саламатсыздар, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай жылы химар тігіп үйренеміз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бұл химарды тігу үшін бізге трикотаж матасы керек. Мынау жылы трикотаж матасы 2 метр алдым, ені 1,5 немесе 1,60. 2-ге бүктедім. Ұзындығын алып 2-ге бүктедім. 2-ге бүктеген кезде менде мынау бүктелген жағы, бас жағы былай қарай 1 метр болды. Осы 1 метрді өлшеп, мынау біздің қазір бас жағы болады. Осы бас жағына қоямыз да, міне, солнце юбка сияқты осылай 1 метрден өлшеп аламыз. Міне 1 метр болса, осылай үшбұрышты етіп өлшеп аламыз. Артқы жағы егер сізге ұзын керек болса, 105-110 керек болса, осылай 5-10 сантиметр қосасыздар. Артқы жағын 110 етіп алып жатырмын. 110 сантиметр. И осылай мынау бүктелген жағы артқы жағы болады, ал мынау алдыңғы жағы. Қазір мына жерден тігіс түсіреміз, сол кезде мынау бас кіргізетін жері болады. Мынаны қазір осы сызғанымызды қырқып аламыз. Міне сызғанымыз бойынша қырқып алдық. Енді бізге алдындағы козырегі керек. Козырегін осы матаның өзінен қырқып алсаңыздар да болады, немесе осындай арнайы манжет тігетін трикотаж матасы бар. Лапша деп айтады бұны. Міне осындай, өзі ені кішкентай. Осыны қолдансаңыздар болады. Менде мынау темно-синий цвет, мынау серо-синий цвет. Осыны қазір алып, міне мен осындай шаблон қырқып алдым. Мынау бүктелген жері, мынау козырек алдында тұрады. Осы козырегін қазір қойып қырқып алам. Бұның ұзындығы қазір айтам сіздерге 9,5 сантиметр, ал ұзындығы 14 сантиметр. Осыны қазір міне бүйтіп алып, шет жағынан қырқып алам. Осылай қоямыз. Бүктелген, мына жері бүктелген, мына жағы бүктелген болу керек. Сондықтан бірінші былай өлшеп алам. Енді осыны 2-ге бүктеймін. Міне 2-ге бүктеп, осыны қойып, міне мына жағы да бүктелген, мына жағы да бүктелген. Тек мына жағын ғана қырқып аламыз. 4 бұрышты матаны алып, осылай бүктеп қырқып аласыздар ғой. Оңай түрі. Менде мына просто матам үлкен болғандықтан осылай қасына жағына қойып қырқып алам. Міне біздің козырегіміз және 2 манжетіміз. Манжет мынау білекті өлшеп және ұзындығын қырқып аласыздар.
және мынау жалпақтығы өз қалауларыңызда 7-8 сантиметр етіп аламыз. Енді бұларды тігеміз. Мынау козырегін екі бүктеп, мынау бас жағына рассечка жасап алдым. Осы жерге беттестіріп, осылай тігеміз. Мына жағын былай тігіп шығамыз. Инемен қыстырып алам. Мына жерінен бастап осылай айналдырып тігіп шығамыз. Міне козырегін тіктім. Жаңа бонидың орнына осылай тұрады ғой, киген кезде. Тігіп әбер оқтадым. Енді мынаны басқа киіп көреміз. Және мына жерден өлшеп, осы жерден бастап алдын тігеміз. Басыңызға киіп көресіз. Астынан бастап түзулеп өлшеп, иегіңіздің төмен жағынан бастап осылай түзу строчка тігіп аламыз. Сосын манжетін, екі жеңінің манжетасын тігеміз. Примерно адамның овалының басы осындай болу керек. Өлшеп аласыздар, киіп, иектің астынан бастап астына қарай строчка жүргіземіз. Міне алдыңғы жағын тігіп алдық. Міне мынау бастың сиятын жері, мынау иектің асты, қазына жерін 1 сантиметр қайырып, осылай тігіп шығамыз. Және мынау дәл жеңінің жең тігетін жерге, манжет тігетін жерге осылай манжетасын тігетін жерді бүктеп аламыз. Және мынау дәл ортасын осылай екі жағына бірдей етіп ине қадап аламыз. И осы жері қол шығаратын манжетасын тігеміз. Енді манжетасын тігейік. Міне манжетамызды бірінші мына жағын қосып тігіп аламыз. Сосын аударып, мынау киімімізге тігеміз. Міне манжетасын тіктім. Енді осылай аударамыз. Осылай аударып, енді мынаған жаңағы жең шығатын жерімізге міне ине қыстырып алдық қой. Осы жерге енді тігеміз. Міне. Бұлай айналдырып тігіп шығамыз. Міне манжетасын осылай тігіп шықтық. Міне осындай болады. Сәл тартып тігесіздер, созылатын болу керек. И бұлай мына жерінен қол кіргізесіздер. Енді мынау айналдыра тігіп шығамыз 1 сантиметр қайырып, және мына жерін тігіп шығамыз. Сонымен химарымыз дайын болады. Міне осылай тігіп шықтым. Міне. Және етегі. Етегінде осылай тігіп шықтым. Жеңіміз артық жіптерін қырқып тастаймыз. Сонымен киіп көреміз. Химарымыз дайын болды. Міне қыздар, химарымыз дайын болды. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.